Бұл жолы ертегіміз кәдімгі үй жануарлары жайында. Бір күні қой қарнын тойғызып, өрістен келе жатса, алдынан жылқы шығып былай депті. Жағдайың қалай, қой? Рахмет, жағдайым жақсы. Өзің қалайсың? Ой, керемет. Неге сонша көңілдісің? Қалай көңілді болмасқа? Қожайыным бүгін арпа мен сұлы берді. Рахаттанып тұрып жеп алдым. Арпа мен сұлының несі дәмді? Одан да көк шөп жемейсің бе? Жоқ, қалай арпа мен сұлыдан көк шөп дәмді демекпісің? Қателесесің, достым. Егер барлық жануарлар мен сияқты көк шөппен ғана қоректенсе, мен сияқты қоңды әрі адамға пайдасы мол болар еді. Кел, ендеше бәстесейік. Бәстесейік. Әлемдегі ең дәмді не екенін анықтайық. Қалайша анықтаймыз? Барлық үй жануарларын жинап сұрайық. Осылайша жылқы мен қой жиналыс жасайды. Бұл жиналысқа қой, жылқыдан бөлек сиыр, түйе, мысық, ит келеді. Бәрі жиналысымен қой ортаға шығып: Достарым, біз жылқы екеуміз бәстестік. Мен әлемде көк шөптен дәмді еш нәрсе жоқ десем, ол келіспейді. Тым болмаса сендер мына жылқыға түсіндіріңдерші. Жылқы айтқанынан қайтпай, өзінің уәжін айтты. Жоқ, ең дәмді арпа мен сұлы екенін бәрі біледі. Айтыңдаршы, солай емес пе? Сонда өзінің төрелігін айтуға ортаға сиыр шығыпты. Сендер екеуің де қателесіп тұрсыңдар. Әлемде пішен мен кебектен дәмді еш нәрсе жоқ.
барлық аңдар шуласып кетеді. Түйе айтады: достар, мен сияқты тау-тасты, шөл даланы аралайтын ешқайсың жоқ. Сол шөлде келе жатқанда жантақтан дәмді еш нәрсені көрмедім. Бұл талас әрі қарай жалғаса береді. Мысық айтады: Мяу, сендер осы шөпті қалай жейсіңдер? Мына мен сияқты ет жеп, сүт ішіп алып, ұйықтағанға не жетсін? Қазір ең болмаса бір түйір ет болса ғой. Ортаға шәуілдеп күшік шығады. Әй, мысық, сен өзі не білесің? Қой, жылқы, сендер осы өмірлеріңде сүйек мұжық көріп пе едіңдер? Әрине көрмедіңдер. Одан дәмді аш жоқ. Жануарлар қанша таласқанымен ортақ шешімге келе алмапты. Ал қой мен жылқы бір-біріне ренжіп, әлі күнге сөйлеспейді екен.